Шамшат Қайысқызы 7-ші оқушылар үйінің домбыра үйірмесінің жетекшісімін. Ең бірінші домбыра үйіренің алдында домбыра туралы таныстыру кетейік. Мына домбыраның басы. Басының арты жағында екі құлағы бар. Басының алды жағында кішкентай тиек бар. Басынан төмен қарай бұл мойын. Мойында 19 перне бар. Астына қарай мынау домбыраның қақпағы. Қақпақтың бетінде дыбыс ойығы орналасқан. Сәл астына мынаны тиек деп атаймыз. Енді домбыраның арты жағы. Бұл шанағы. Шанағының астыңғы жағында бұны түйме деп атаймыз. Және түймеде бекітілген екі шек бар. Міне балалар, мынау домбыраның суреті. Бетті шанағы деп аталады. Оның дыбыс ойығы, тиегі, түймесі суретте бейнеленген. Ал мына суретке қарасаңыздар, бет қақпағы, әрі жоғарғы шегі ре шегі, астыңғы шегі соль шегі. Төмен қаққанда білезікпен, соқсаусақпен төмен қағу керек. Жоғары қағысты ойнағанда бас бармақ тырнағымен жоғары ойнау керек. Енді кезегінде біз домбыраның отырысы және қолдың қою өтеміз. Отырғанда арқамыз тік ұстау керек. 10 аяқты сол аяқтың үстіне қоямыз. Домбыраның басы иықтан жоғары және төмен болмау керек, иықпен бірге болу керек. Және 10 иығымыз отырғанда төмен және жоғары болмау керек, екі иығымыз отырғанда бірдей болу керек. 10 қолымызды шанақтың үстіңгі жағына қоямыз. Шынтағымыз сәл қысып ұстаймыз. 10 қолымыздың саусақтары алма сияқты ұстағандай секілді тұру керек. Саусақтарымызды қатты қысып алмаймыз. Сұқ саусағымыз және бас бармағымыз сәл алдыға шығу керек. Білезігіміз сәл бүгілі болу керек. Сонда білегіміз орында тұру керек. Төмен қаққан кезде сұқ саусағымыздың тырнағы тиеді, яғни ол былай. Білезігіміз қозғалу керек, а білегіміз бір орында тұру керек. Енді жоғары қаққан кезде бас бармағымыздың тырнағы тиеді. Сонда білезігіміз жоғары бұрылады. Ол солай. Енді төмен жоғары ойнап көрейік. Балалар, осылай үйде 10 минут отырып
оң қолыңызды шаттықтырғаныз дұрыс болады. Ал балалар, енді біз қағыс жаттығуларын жасап көрейік. Бірінші жаттығуда алма кезек, екінші жаттығуда 2 төмен 2 жоғары қағыс, үшінші жаттығуда 1 төмен 2 жоғары қағыспен, төртінші жаттығуда алма кезек 2 жоғары қағыспен, бесінші жаттығу 2 төмен 1 жоғары қағыспен орындап көрейік. Жетінші оқушылар үйінің домбырашысы Абдукаимова Ботагөз. Жаңағы Шамшат апайдың үйреткен ережелерін сақтай отырып, сіздер енді қағыс жаттығуларын орындайсыздар. Бірінші жаттығуымыз алма кезек. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. Екінші жаттығуымыз 2 төмен, 2 жоғары қағыс. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Үшінші жаттығуымыз 1 төмен, 2 жоғары. Вальс ырғағын саламыз. 1 төмен, 2 жоғары. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Төртінші жаттығуымыз ол жаңағы алма кезек қағыспен 2 жоғары қағыс. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Бесінші жаттығуымыз 2 төмен, 1 жоғары. Төмен созылады, екінші төмен жылдам ойналады. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Міне балалар, енді осы жаттығуларды біз ырғақпен қол шапалақтап соғып көрейік. Бірінші жаттығуымыз алма кезек. 1, 2, 3, 4. Барлығы бірдей ырғақта. Екінші жаттығуымыз 2 төмен, 2 жоғары. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Үшінші жаттығуымыз вальстен ырғақта. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ал төртінші жаттығуымыз 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Бесінші жаттығуымыз 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Міне, осылай ырғақты шапалақтап, ұрып, ойнап. Енді домбырада сол қағыстарды тағы бір қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Екінші жаттығу. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Үшінші жаттығуымыз 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Төртінші жаттығуымыз 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Бесінші жаттығуымыз 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. До,